Қайырлы күн баршаңызға. Мен бастауыш пәнінен 2026 жылы педагогтардың білім бағалау тестінде келіп жатқан тесттерге кішкене тоқталып кеткім келіп отыр. Алтын сақа ертегісіне сәйкес келетін мақал. Алтын сақа ертегісі мұратқа жету туралы мақалдар. Еңбек етсең ерінбе, тояды қарны тіленбе деген мақал сәйкес келеді бұған. Қызғыш құс өлеңінің авторы Махамбет. Биылғы жылғы тест қиын деп айта алмаймын. Пәнді білетін адам шатаспайды. Өйткені оңай келген, өйткені өзімде кіріп көрдім. Қойылымға қатысушыларға кеміту үшін мата сатып алынды. Бір орамда 324 метр, ал екіншісінде одан 131 метр мата кем. Егер бір көйлек тігуге 4 метр мата жұмсалған болса, онда барлық матадан неше көйлек тігуге болады, неше метр мата қалады деп тұр. Бірінші біз не істейміз? Екінші орамда неше метр мата бар екенін тауып аламыз. Екінші орамда 195-93 метр мата бар. Оны алдыңғы бірінші орамға 324-те қосамыз. Жалпы 517 метр мата болады. Ал енді 4 метр мата жұмсалғанда бір көйлекке жалпы 129 көйлек шығады. Бір метр мата артық қалады. Келесі. Алтын сақа ертегісінің мақсаты не? Тапқырлыққа, батылдыққа баулу. Елестің ойыны деген мәтінге қатысты мақал. Асық ойнаған азар, топ ойнаған тозар. Енді мына бір жерде бізде бөлменің жалпы көрінісі беріледі. Ол көріністі мен онда алып келе алмадым. Бірақ периметр табудың формуласын барлығымыз білеміз. Барлық қабырғаларын қосып табамыз. Дәл сол ретпен тауып аласыздар. Құрылысшыларға еден камер қажет деген 18 метр болады. Осы жалпы бір сұрақ айналдырып 5 рет бір тапсырмаға 5 сұрақ ретінде келеді. Үстеудің сұрақтары қайда, қашан, қалай? Қадыр Мырзали екінші мамандық өлеңін неге жатады? Мысал немесе өлең. Қобыланды батырдың өлеңі Еңіреп атқа мінері деген жері қай батыр туралы айтылған? Қобыланды батыр жыры ғой, ол өлең емес. Қарлығаш әулие деп аталған би, ол Төле би. Том мен Беки батылдық авторы кім? Марк Твен. Осы сұрақ келеді. Биыл әлем әдебиеті қосылған екен. Бұл бірақ бізде 3-ші сыныптың әдебиетті оқуында кездеседі. Жырдан үзінді берілген, үстіне сауыт киеді, еңіреп атына мінеді. Қай жыр деп тұр? Қобыланды батыр жыры. Жаңада келді, еңіреп атқа мінеді деген қай батыр туралы деп. Жұпсанды белгіле деп беріпті. Жұпсан бәрімізге белгілі 0 мен 2 мен 4 мен 8 мен 6 мен аяқталу керек. Әке өсиетінің авторы Ахмет Байтұрсынұлы. Қызғыш құс туралы мәтінде нені сипаттаған? Қызғыш құстың табиғаты мен Махамбеттің мұңын. Шаршының ауданын табу үшін А көбейту А деп беріпті. Осы формуланы белгілейсіздер. Тіктөртбұрыштың ауданы А көбейту В. Егістіктің алқабына 5 килограмм зат алынған. Ауданнан шыққан санды көбейту. Өнімділіктің ауданға көбейту арқылы табылады. Бұл өнімділік, жол дегендердің бәрін негізі бір формуланы білсеңіздер, барлық сол формуламен шыға береді. Тек дұрыс қоя білу керек. Қалай деген сұраққа жауап береді. Сын қимыл үстеуі. Осы кезде айта кететін нәрсе, биылғы жылғы тестте қазақ тілге байланысты осы сөз таптары көбірек
тереңінен бұрынғыдай емес, сұрақтар ауырырақ келген. Біз күнделікті зат есім, сын есім, сан есімді бірінші сыныптан бастап балаларға үйретіп, өзімізде сол бойынша қалып кеткен. Мысалы енді сын қимыл үстеуі деген ол 4-ші классында тақырыбында жоқ, 6-7-лердің қазақ тілінде кездесетін еді. Осы жағынан сөз таптарын көбірек қайталау керек. Сен ұйықтап жатқанда Бердібек Соқпақбаев, Қараторғай деп кімді айтты? Жүсіпбек Аймауытов. Қараторғай. Қысқы кеш өлеңінің авторы Пушкин, әлем әдебиетінен келген. Әке өсиеті қандай мәтін түріне жатады? Әңгімелеу мәтіні. Мәтін неге тәрбиелейді? Адамгершілікке, мейірімділікке тәрбиелеу. Кейіптеу дегеніміз не? Жансыз заттарды жанды бейнеде суреттеу. Осылай десеміз кете береді. Менде осы 2026-ның тесті бар. Қажет болса WhatsApp номер қалдырам. Шығыңыздар, дайындық ретінде алсаңыздар болады.